Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Жансая. Мен сіздерге биыл келе жатқан қоян жылына арнап осындай сәбіз салатын жасауға кеңес беремін. Дәмі күшті, ерекше, қарапайым ғана ингредиенттерден жасалады. Менің арнамнан осындай түрлі рецепттер табасыздар, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ең алдымен салатты дайындамас бұрын біз пиязымызды маринадтап алсақ, пиязымызды орташа, үлкен емес, пиязымызды 4-5 турап аламыз. Ұсақтап барлығын жақсылап тұрып турап алғаннан кейін біз оны ыдысымызға салып, белгілі бір ыдысымызға 1 ас қасық қантымызды және де 1 шай қасық уксусымызды және 50-70 миллиграммдай ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып, жарты сағатқа маринадтауға қойып қоясыздар. Су міндетті түрде пияздың бетінен асып тұруы қажет. Кейін қалған ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол бізде піскен тауық еті, оны осылай 4-5 турап аласыздар. Піскен сәбізімізді теркадан өткізіп аласыздар және картопты теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Мен сияқты пюрелеп жай ғана дайындап қойсаңыздар болады. Ең алдымен тауық етін осылай салып аламыз. Бірінші слойға оны сәбіздің мөлшерін келтіріп істеп аламыз. Жан жаққа, яғни формасын келтіріп, кейін тауық етінің формасын келтіргеннен кейін бетіне 1-2 ас қасықтай жаңағы пиязымызды саламыз. Түгелін салсаңыздар болады. Егер пиязды аса қатты жақсы көрмесеңіздер, осылай 1-2 ас қасық қана салсаңыздар болады. Кейін пиязды салып алғаннан кейін майонезімізді жағып шығамыз видеодағыдай. Жағып алғаннан кейін бетіне картопымызды салып, жан жағына картопымызды, яғни формаға келтіріп салып шығамыз барлығының. Кейін келтіріп алғаннан кейін формамызға бетіне тағы да майонез жағып шығасыздар барлығының. Жақсылап тұрып. Кейін майонез жағып алғаннан кейін сәбізімізді салып, яғни піскен сәбізімізді салып, жан жағына тағы да оның форманың бетімен жан жағына барлық сәбізімізді орналастырып шығамыз. Яғни сәбіздің формасына келтіріп аласыздар. Міне осылай сәбіздің формасына келтіріп аласыздар. Кейін бас жағына әрлеу үшін осындай укропты келтіріп салып алсаңыздар болады. Міндетті түрде сәбіз салатын келер қоян жылына арнап қоянға осындай сәбіз салатын жаңа жылға жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Разрездағы түрі міне осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басыңыздар.